Қандағы холестеринді қалай төмендетеміз? Қарапайым әдістері. Сәлем, мен есімім Ұлбас Леспекқызы, кардиолог және диагноз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, ойыңызда жүрген сұрақтарды комментарийға жаза отырыңыздар. Ал тақырыбымызға келетін болсақ, холестериннің мөлшері жоғары болған жағдайда біз бірінші кезекте холестеринді түсірудің қарапайым әдістерін қолданып көруіміз керек. Егер ол әдістердің көмегі тимесе, онда арнайы кардиологтың кеңесінен өтіп, холестерин түсіретін препараттарды қолданғанымыз жөн. Енді қалай холестеринді қарапайым әдістермен түсіруге болады? Бірінші, су көбірек ішу. Таза су, яғни біз күнделікті ішіп отырған суымыз, шайымыз, сорпамыз ол таза су болып есептелмейді. Таза, фильтрдан өткізілген немесе кәдімгі суды, қарапайым суды ішкеніңіз дұрыс. 1-1,5 литр су ішіп отырсаңыз, шайден, кофеден, басқа да сусындардан бөлек қандағы холестеринді түсуіне көмектеседі. Таза су ішкеннің арқасында бүйрек арқылы холестериндердің шығуына көмектеседі. Бір маңызды қарапайым әдістердің бірі, ол құрамында пектині бар. Жеміс-жидектерді жеңіздер, көбірек жеңіздер. Олар мысалы алма, цитрусты өсімдіктер, өрік, қара өрік, сары өрік, қызылша, сәбіз, баклажан, аскөктер, әсіресе аскөктерді көбірек жеңіздер. Олар петрушка, укроп, яғни осы аскөктердің, кинза деген аскөктерінің құрамында пектині көбірек болады, ол холестериннің төмендеуіне көмектеседі. Жеміс-жидектерден бөлек сұлы жармасы, қарақұмық жармасы, бидай жармасы, бұлар да холестериннің түсуіне, төмендеуіне көмектесетін тағамдар болып табылады. Тағы қарапайым әдістерінің бірі энтеросорбенттер, яғни бұл белсендірілген көмір, орысша айтқанда активированный уголь дейді ғой, сол тектес препараттар, бұлар да холестеринді түсіруіне көмектеседі. Бұл препараттарды қысқа мерзімде ішу керек, яғни 3-4 күн ішетін болсаңыз, соның өзі сіздің холестериніңіздің кішкене болса да түсуіне көмектесетін қарапайым әдістердің бірі болып табылады. Сонымен қатар тамақтануыңызға өте мұқият болыңыздар, яғни диетаны ұстану керек, емдерді ұстану керек. Бұл дегеніміз, біз ішіп жүрген тамағымызға қатты мән беріңіз. Әсіресе мынау фастфудтарды, полуфабрикаттарды, жартылай пісірілген сондай тағамдарды аз пайдаланыңыздар. Өйткені оларды қолданған сайын холестериннің мөлшері арта түседі. Сондықтан осындай өнімдерді, осындай тағамдарды өзіңіздің рационыңыздан алып тастауға тырысыңыз. Немесе көп пайдаланатын болса, азайтуға тырысыңыз. Олар гамбургер, донер, тез даярлайтын тағамдар бар ғой, пицца, осылардың бәрі ақ ұннан жасалған тағамдар да холестериннің көбеюіне, холестериннің жоғарылауына көмектеседі. Олардың механизмі негізі бұл тағамдардың көбінде бұлардың құрамында жасырын тұздар мен майлар холестериннің жоғарылауына үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан осындай тағамдардан бас тартуға тырысыңыздар. Тағы бір кеңесім, егер сіз темекі шегетін болсаңыз, темекінің санын азайтуға немесе толық тастауға тырысыңыз. Өйткені темекі тығыздығы төмен холестериндерді жоғарылатуына көмектеседі. Егер сіз көп темекі шегетін болсаңыз, 1 пачка, 2 пачка күніне темекі шегетін болсаңыз, мүмкіндігіңізше осының санын азайту керек. Егер ерік-жігеріңіз жетсе, темекіні толық тастауға тырысыңыз. Кардиолог ретінде сіздерге беретін кеңесім, темекі, ішімдіктерден аулақ болыңыздар. Өйткені темекі, ішімдік ол жүректің қан тамырларының жауы және холестериннің жоғарылауына, қандағы холестерин жоғарылауына үлкен үлесін қосады. Темекіден бөлек кофені көп ішетін, құмар жандары, олар да холестерині
жоғары болып келеді. Сондықтан кофе, егер көп кофе ішетін болсаңыздар, күніне 1-2 саптаяқ қана ішсеңіздер жетіп жатыр. Ал 1-2 саптаяқ ішетін кісілер кофелерін іше берсе болады. Егер сіздің қандағы холестериніңіздің құрамы өте жоғары болған жағдайда, міндетті түрде кардиолог дәрігердің кеңесіне жазылыңыздар. Менің кеңесім шапка профильде номерімді қалдырдым. Сол жердегі номерге хабарласып, онлайн немесе офлайн консультацияға жазылсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай қарапайым қазақ тілінде жүргізіп отырған каналымды дамытуға өз үлесіңізді қосыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.